2025 жыл мамыр айының 12-сінен бастап келешек білім беру жүйесі іске қосылады. Бұл баланың жоғары біліміне қаржы жинауға бағытталған бағдарлама. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев келешек бағдарламасы туралы заңға 10 қаңтарда қол қойды. Бағдарламаға баласының Қазақстан мен шетелдегі біліміне қаржы жинаймын деген ниеті бар ата-аналар қатыса алады. Жинақтау жүйесіне қатысу ерікті. Келешек бағдарламасының шарттары қандай? Келешек бағдарламасы аясында ашылған есеп-шотқа қаржы бірнеше көзден құйылады. Мемлекет 5 жасқа дейінгі балаларға ашылған есеп-шотқа бастапқы білім капиталын аударады. Оның көлемі 60 айлық есептік көрсеткіш, ал ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға 120 айлық есептік көрсеткіш көлемінде ақша аударады. 2025 жылы 60 айлық есептік көрсеткіш 235,9 мың теңгеге тең, 120 айлық есептік көрсеткіш 471,8 мың теңгені құрайды. Келешек есеп-шотына ата-ананың бір жылда құятын қаржысы 24 айлық есептік көрсеткіштен, яғни 95 мың теңгеден төмен болмауы керек. Ол дегеніміз кемінде 8 мың теңге салып отыруға болады. Шотқа қаржыны бірден аударуға мүмкіндік бар. Сонымен қатар есеп-шоттағы қаржыға жыл сайын 5 әлеуметтік осал топтарға 7 мемлекеттік сыйақы түсіп отырады. Одан бөлек банктер мен сақтандырушы инвестициялық табысы да есептеледі. Келешек жүйесімен жинаған қаржыны кейін ұлттық қор балаларға бағдарламасымен түскен ақшамен біріктіруге болады. Қандай шектеу бар? Мемлекеттің 235 мың теңге білім капиталы тек 5 жастағы балаларға ашылған шоттарға түседі. Ал ата-анасы 5 жастан асқан балаға мемлекеттің төлемі түспейді. Ал баланың жасы 5-ке толмаса, білім капиталы бала 5-ке толғанда ғана аударылады. Тағы бір мәселе, есеп-шотқа жыл сайын ақша салып отыру керек. Келешекпен қаржы жинаймын деп арнайы есеп-шот ашып, бірақ кейін оған ақша салмаса, мемлекеттің 60 айлық есептік көрсеткіш қаржысы бюджетке қайтады. Есеп-шотты қайдан ашады? Келешек бағдарламасына қатысу үшін серіктес банктерде арнайы есеп-шот ашу керек. Шот ашқан соң мемлекеттен ақша бірден сол шотқа түседі. Әзірге банктер бұл бағдарлама бойынша есеп-шот ашып жатқан жоқ. Дегенмен ғылым және жоғары білім министрлігінің мәліметі бойынша негізгі серіктестер Отбасы банкі, Халық банкі, Джесенвапк, Нұрбанк, сондай-ақ банк. Бұдан бөлек бағдарлама іске қосылған соң Банкерп, Еуразиялық банк, Бірікбанк және Қазпошта ұлттық пошта операторы да жұмыс істейтін болады. Сонымен қатар 5 сақтандыру компаниясымен ынтымақтастық орнатылады. Бала грантқа түссе, қаржыны алуға бола ма? Бала мектеп бітірген соң, жоғары оқу орнына грантқа түссе, жинақталған қаржыны басқа баланың есеп-шотына аударуға, басқа жоғары білім алуға жұмсауға, тұрғын үй сатып алу мен жөндеуге жұмсауға, одан әрі жинау беруге болады.